Алланың рахметі бәрімізге де жетіп жатыр енді. Соның арқасында біз жүрміз де, мен білесіз ғой, когда-то был калека, сейчас я не скажу, что я калека. Ну, года на 35, как пацан, внутри. Что ругаешься, идешь? Планы у меня еще, на 120 лет хватит. Так что бәріңізді енді, ну, вас мотивировать не надо. Мотивировать нужно, мне вот, новичогымыз бар, осы бауырымыз. Нұрболат деген жігіт. Бұнда тағы еще бар енді. Осыларға, міне көрдіңіз ғой, тоже осылай, когда-то келді, не алып аналар, лохотрон баян қорқады. Ну, мында бір дей салуым. Содан кейін саяхат та болады, признание да болады. Әркім адам, каждый человек рожден быть счастливым, сделать кого-то счастливым. И вот біз сол, это пионер, біз пионеры в этой отрасли. Пионеры по здоровью и по исполнению ваших мечт. Хорошо, Гидерахам, мой спонсор. Мне спать не дает, вечно под боком. Я у нее. Түр-түтті жүрет. Ал енді құрметті серіктестер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Барып келгендер, бармай келгендер, барлықта жүректерін жарылайын деп отырсыздар да? Бармағандар осылардай болса екен, мен де тағы барсам екен деп армандап отырған қанша адам бар. Бұл компанияда біздер тектен-тек жүрген жоқпыз. Мына бүгін айнасы кешегі барып келген саяхатымыздың өзі керемет нәрсе. Каждыйымызға мотивация береді осы барып келгеніміз. Даже Макуза ханым айтқан, маған ешкім сенбейді, осы компанияда саяхат бар деп айтсам, сенбейді ешкім. Мен көрсетем деп кеткен кісі бұл. Өзі барып, өзімен біздер ана Жұлдыз ханыммен бәрін қарап отырып қой, неден, чаттан. Каждыйымыздың қалай жүргенімізді көріп жатыр. Шықпай жатқандарға неге шықпай жатсыңдар, қайдасыңдар деп. Мын жақтан біздерде сол ана атқа отырғызып жібергенде баланы тақымыңды қысып отырасың ғой. Сол сияқты ғой, біздерде сіздермен соның ішінде бірге болдық. Біздің команда, Уральский команда, біздің қазақтар деп. Мына біздің учредителдарымызда солай шырылдап отыр. Ертеңгі 8 жылдық семинарда біздің қазақ больше болу керек залда. Неге десең, компания біздікі. Мына учредителдардың жандары шығып отырғаны сол көбірек. 10 билет сат деп айтып жатыр. 10 билет сатсаңыз сіздер глобалсыңдар ғой, 5 билетпен дайын боласыңдар деп айтып жатыр. Каждый кісіні апарып өзіңіз сияқты оянсаңыз, сіздердің алмайтын қамалдарыңыз болмайды. Артур мырза барған уақытта 1 жылдыққа біздер жұмысқан солай алып кеткенбіз. 1 жылдыққа барып, масштабты көріп, істеп жатқан жұмысын жасағысы келмей қалды ғой. Ішіп жатқаны бөлек ол продуктыны ішіп пайдасын көріп жатқан бөлек. Но масштабты көргеннен кейін адамның деген миы деген қайтадан өседі ғой. Сол өскен ми какой бермеді ғой, енді қазір 120 жылға план қойған көріп тұрсыздар ғой. 120 ет. Соған дейін мен тұрғанша мен жаңағы немді салам деп. Өмірімді арнайын деп. Енді осы саяхатқа барып келген барлық барша партнерларға үлкен рахмет айтамыз. Өте қуаныштымыз. Сіздердің көріп келгендеріңіздің барлығы біздің көріп келгеніміз. Біз сіздермен бірге барып келгендей болып отырмыз. Каждыйыңыздың орындарыңыз бөлек. Сондықтан жаңа Таймас мырза айтқандай, мен жалғыз барып едім, осылай етіп менің командам қашан барады деген. Дейді, Таймас мырзаның арманы орындалды ма? Жалғыз өзі бар, кешеден бері соғанда айтып жатыр. Енді командыңды көрдің ғой, Орал 74-ті көрдің ғой қалай жүрген. Қалма, енді құр, осыған 5 емес 10 кісі апарам деп, жаңағы план құр деп, соның барлығын айтып жатыр. Ол кісі де бізге рахметін айтып жатыр. Таймас мырзаға, Жұлдыз ханымға да рахмет. Орал 74-тің адамдары күшті екен. Тұрған Катипмен бірге болған, Абу-Дабиға барған. Ол өзі намаз оқитын кісі, сол арманы болған Абу-Дабиға баруы. Қайда орындалды ол арман? Global трендта орындалды. Сондықтан бәріміз бірге болайық, бір болайық. Сәлем айтып жатыр. Шолпан ханымнан бір сәлем демеңізді беріп жібердім деп жатыр енді. Шолпан ханым өзін жаңа алып шықты да бермей қалды.